Сәлеметсіз. Сіз немесе жақындарыңыз ұйықтап жатқанда қорылдай ма? Көптеген адамдар қорылдауды жай ғана дыбыс деп ойлайды. Бірақ оның пайда болу себебі бар. Қорылдау ұйқы кезінде ауа тыныс жолдары арқылы өткенде жұмсақ тіндердің дірілдеуінен пайда болады. Ұйықтаған кезде тіл мен тамақ бұлшықеттері босаңсиды. Соның әсерінен тыныс жолдары тарылады. Ауа тар жерден өткен кезде діріл пайда болып қорыл естіледі. Кейбір адамдар анда-санда ғана қорылдайды, ал кейбіреулер күн сайын қатты қорылдайды. Көп жағдайда бұл қауіпті емес. Дегенмен қорылдау кейде денсаулықтағы белгілі бір мәселелердің белгісі болуы мүмкін. Қорылдаудың бірнеше негізгі себептері бар. Бірінші себеп артық салмақ. Мойын аймағында май қабаты көбейген сайын тыныс жолдары тарылып, қорыл күшейеді. Екінші себеп мұрынның бітелуі. Тұмау, аллергия немесе мұрын қалқасының қисаюы қалыпты тыныс алуға кедергі келтіреді. Үшінші себеп алкоголь мен кейбір дәрілер. Олар бұлшықеттерді шамадан тыс босаңсытып, қорылдың күшеюіне әсер етеді. Төртінші себеп шалқасынан ұйықтау. Бұл кезде тіл артқа қарай ығысып, тыныс жолдарын тарылтады. Осы себептердің біреуі немесе бірнешеуі қатар кездессе, қорылдау жиілеп кетуі мүмкін. Қарапайым қорыл көбінесе денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндірмейді. Бірақ кейбір адамдарда ұйқы кезінде тыныс алу бірнеше секундқа тоқтап қалуы мүмкін. Бұл жағдай ұйқы апноясы деп аталады. Егер адам қатты қорылдап, түнде тұншығып оянса, күндіз ұйқышыл болса немесе таңертең бас ауруымен оянатын болса, бұл ескеруге тұрарлық белгі болуы мүмкін. Ұйқы апноясы ағзаға оттегінің жеткізілуін төмендетіп, жүрек пен қан тамырларына қосымша жүктеме түсіреді. Сондықтан мұндай белгілер байқалса, дәрігерге қаралған дұрыс. Ерте анықталған мәселені емдеу әлдеқайда жеңіл болады. Қорылдауды азайту үшін қарапайым әдеттерді өзгерту жеткілікті болуы мүмкін. Бірінші кеңес қырынан ұйықтау. Бұл тыныс жолдарының ашық болуына көмектеседі. Екінші кеңес ұйықтар алдында алкоголь мен ауыр тағамдардан бас тарту. Бұл бұлшықеттердің шамадан тыс босаңсуының алдын алады. Үшінші кеңес мұрынның тазалығын сақтау. Мұрын бітелсе, тұзды сумен шаю немесе дәрігер ұсынған емді қолдану пайдалы. Сонымен қатар дене салмағын қалыпты деңгейде ұстап, белсенді өмір салтын ұстану да қорылдың азаюына көмектеседі. Тыныш ұйқы жақсы денсаулықтың кепілі. Сондықтан қорылдаудың себебін біліп, алдын алуды бүгіннен бастаңыз. Өз ағзамызда болатын әр түрлі құбылыстарды біліп, денсаулығымызды сақтап жүрейік. Қоңырау басып тіркеліп, пікір жазып кетіңіз. Келесі тақырып бұдан да қызықты болады.